Ресей ресми түрде Ресей Федерациясы Азия мен Еуропа құрлықтарында орналасқан мемлекет. Жер аумағы жағынан дүние жүзінде ең ірі мемлекет. Жер аумағы 17.125.187 км квадрат. Ресей мен Қазақстан шекарасы әлемдегі ең ұзын шекара. Ресей тәуелсіздік күнін 1991 жылы 25 желтоқсанда алды. Астанасы Мәскеу қаласы, ірі қалалары Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Қазан. Мемлекет басшысы Владимир Путин. Халық саны 146.780.000 адам. Әлемде 9-шы орында тұр. Қазіргі уақытта Ресей Украина мемлекетінде арнайы әскери операция жүргізіп жатыр. Ол 2022 жылдың 24 ақпанында таңертең Украинаға басып кірді. Владимир Путин әскери операция бастайтын кезде батыс мемлекеттеріне араласпауын айтты. Араласса қиын болатынын жеткізді. Сондағы оның айтқан сөзі: кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Қазір әскери операцияның болып жатқанына 7 ай болды. Украина тарапы берілер емес. Сол себепті Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин елде жартылай мобилизация жариялады. Призыву на военную службу әскери қызметке қазіргі уақытта запаста тұрған және қарулы күштерде қызмет атқарған белгілі бір әскери мамандығы мен тәжірибесі бар азаматтар ғана шақырылады. Мобилизация дегеніміз не? Шақырту қағазын бірінші болып әскерде борышын өтеп, қазіргі уақытта резервте және запаста тұрғандар алады. Маңызды тұсы, бұл кезде ешкім тұрғылықты жерінен кете алмайды. Оған әскери комиссараттың немесе атқарушы биліктің рұқсаты керек. Қазіргі уақытта мемлекет басшысының мобилизация жариялағаннан кейін елден қашып жатқандар көп. Қазіргі уақытта ел ішіндегі ірі 40 қаласында митинг болып жатыр. Олар мемлекет басшысының мобилизация жариялағанына қарсы. Қазіргі уақытта елден қашып жатқандар көп. Олар бірінші кезекте Қазақстан, Түркия, Грузия, Арменияға қашып жатыр. Қазіргі кезде Ресей мен Қазақстан шекарасында ұзын сонар кезек. Елінен қашып жатқандар өте көп. Бұған дейін айта кетейік, Ресей мемлекеті санкцияның отанына айналды. Батыс тарап Украинаға әскери операция ашқаннан кейін Ресейге ең ауыр санкциялар салып жатыр. Бұл ел экономикасына үлкен соққы болып жатыр. Жұмыссыздар саны күннен күнге өсіп, ел құлдырау алдында тұр. Ендігі кезде Ресей елінің алдағы уақытта не болатынын көреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Видео ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.